Қайырлы күн баршаңызға, Тәтті әлем каналына, ас үйіне қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше құймақ дайындайтын боламыз. Жасалу жолында да ерекшеліктері бар. Ал енді ең бірінші біз ыдысымызға жарты литр айранымызды құйып алатын боламыз. 500 мл айран, шекерімізді, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді 2 стакан ұнымызды дайындап аламыз. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Ұнымызға разрыхитель, яғни қопсытқышымызда не болмаса нан содасын салып осылай араластырып алатын боламыз. Оның барлығын бірден салмаймыз, бөліп-бөліп, мен 3-ке бөліп салдым. Арасында осындай түйіршік болмау үшін. Енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Қопсытқыш пен айран екеуі араласқан кезде осында реакция жүреді, көпіршіктеніп, мінеке. Енді ұнымыздың қалған бөлігін салатын боламыз. Бұл жерде ескертетін жайт, әркімде ұн әртүрлі болуы мүмкін. 2 стакан бір кісілерде көп болып кетуі мүмкін, немесе аз болуы мүмкін. Ұнға байланысты болады, сол жағында өздеріңіз қарайсыздар. Ұнымыздың қалған бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырып, енді бізге қайнап тұрған 250 мл ыстық су қажет болады. Құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымызды бір келке масса болғанға дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Соңында сұйық майымызды құятын боламыз. Осы сұйық майды құйып болғаннан кейін қамырды қайта-қайта араластыра берудің қажеті жоқ. Мінеке массамыз осындай болды. Енді табамызды қатты отта қыздыртып алатын боламыз. Бірінші пісірген кезде осылай кішкене майлап аламыз, одан кейін майдың қажеті жоқ болады. Табамызды арасында жақсылап қыздыртып алып, кейін екіншісін құю қажет. Сол кезде блинчиктеріміз әдемі болып піседі. Құймақтарымызды дәл осындай барлығын пісіріп алатын боламыз. Енді табамызға сүт құйып, құймақтарымыздың барлығын осы сүтке салатын боламыз. Сүт қайнап тұруы қажет. Барлығын салып болғаннан кейін бетіне сары май салып, қақпағын жауып, 20 минутқа астын өшіріп қойып қоятын боламыз. Мінеке біздің құймақтарымыз дайын болды. Енді дәмі деген өте әдемі болған, нәзік болған. Егер де менің сіздерге видеом ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.